Йоу, бәріне сәлем достар, сендермен бүгін мен жаңа сол. Бүгін бізде достар сезон біткен болатын. Және де достар, ящикті бүгін осы қазір дәл уақытта ашатын боламыз. Ал сендер видео басталмай тұрып каналға тіркеп лайк басуды ұмытпаңдар, ал біз бірге бастайық достар. Міне бізде сезонда Кензидің скины. Ал сендер ящик аштыңдар ма, комментарияға жазып кетіңдер достар. Ал мен қазір осы видеода сендерге ашып көрсетемін. Кеттік. 12 предмет және 94 блинги достар. Қызық қуат 50 удвоитель опыта мәсағат шкем, хотя жанып тұр бізде. Және де перл, проклятие замок перл дейді достар. Сендерге не түсті және де қандай сундық аштыңдар, оны комментарияға жазып қойыңдар достар. Ал енді бүгінгі видеода біз осы новый сезонда не бар, не жоқ бәрін бірге талқылайтын боламыз. Қандай нәрселер болды, қандай нәрселер келді, соны көреміз. Пицца для всех деген акция сияқты шығып отыр екен бізде. Маған қараңдар, 12 пицца береді, кусок пицца. Бұл не істейтінін мен білмейді екенмін достар, себебі мен осы кездегі сезонның несін көрмеген, видеосын бұралты алғым, яғни бұл пиццаның кусочығымен не істей алатынын білмейді екенмін достар. Және байқағандай бізде вольтқа баз лайтер вольт па, қандай еді? Лайтер вольт па, неме шатаспасам, скин шығайын депті. Ол 34 күнге дейін созылады, шатаспасам. Оны алу үшін уақыт керек. Бізде баз лайтердің кубогын алмапты достар. Трофейный ящиктен кейін нөлге түсіртсай ма деп ойлап ем, бірақ түсірмепті. Милп, мипл. Мипл, жаңа боец мипл. Қызық екен. Маған бұл боецтің күші де қызық қопты, және де ультасы қандай, оны бәрін вообще білмеймін ғой достар. Комментарияға жазып кетіңдер, білсеңдер. Осы боец кәнелмеді, тағы да бір боец шығу керек шатаспасам. Мына бір алып басты, маған акцияға тағы да берді. Маған қараңдар достар, осы маған ұнап тұрған, осы спанжоптың обновлениесі секілді бұл жерде де магазин бар достар. Қай скин ұнайды достар сендерге, және де қандай акция тұр сендерде? Маған бәрі скиннен нормально скиндер беріп жатыр достар. Мен талқылауым керекпін, қай скинді алсам болатынын достар. Және де қараңдар, особая доставка, аэробойма, сондай событиялар шығыпты көбінесе. Енді осы видеода біз событияларды тексеріп, және де қандай способтар бар, способтені пиццаны қалай аламыз, соның бәрін бірге анықтайтын боламыз достар. Так, подарканы алып алайық, без кредит беріп тұрмаған. Ал достар, шатаспаса мен осы особый, яғни событиялардан біз пиццаны аламыз, я? Либо қалай аламыз? Мен вообще хабарым жоқ ма сезонда. Сразу айтып қояйын. Ал ендеше кеттік, ойнап көрейік, себебі маған қызық болып тұр. Қай боец? Джуджуды алып көрейік, және Джуджудың гаджет түскен маған. Бірінші аэробой дегенді көрейік па. Особая доставка, пойди, андай пойызбен итеріп жүретін зат нәрсе болып еді, солған ұқсас. Так что аэробойды көрейік. Бұл андай хоккей, шатаспасам, хоккейге ұқсайды. Почти что хоккей бұл да. 4 ағадан өзі. Болды арғарай не екен арғарай бірге көреміз. Кеттік. Тағы да нампарнинг мен Джуджу. Боттар түсіп отыр. Ема достар, байқамдар ма, хоккей тез зымырайды екен. Қандай скорості көп. Степка Джер забивает гол. Гол тықып жат достар. Өлтіріп алайық. Наңғыранды. Но кәдімгідей скоросты ерекше. Сырғыванды. Мұзда деген, ойбай, скоросты мықты екен. Екіліс коэффициенті аз ғой. Наңғыранды достар. Что-то опаная болды. Школға барады екен. Қызығын зерттедік. Бұдан бізге берем екен, пицца бермейм екен. Кубок берді. Тану достар, сонда бізге пиццаны қайдан аламыз? Пиццаны қайда табамыз, оны қалай береді оны бізге пиццаны достар, айтыңдаршы. Түсінсем бермасын. Не болып кетті? Тану, немене мұнау? Маған 25 блин. Бұндай да бар ма? Пизза планета.
пицца әлемі, яғни пицца планетасы достар, осы сезондағы магазиннің аты. Ұнап тұр маған. Вообще имбовой скиндердің бірі. Шатасы болса мифик бағандай. Бірақ маған ұнап тұрған скиндер. Осы Фэнк, білмеймін, ол испытать етіп көрем келесі видеоларда. Енді асылы доставка ойнап көрейік. Қызық болатса өзім бағамды беріп кетем. Мен новый деп нәрселер шығып жатыр магазиннен. Не екенін білмеймін мыналар. Бәрін көріп салдық қой, нақ новый деп шығып тұр, маған түсінбедім. Магазинде новый деген соң ғана кіріп жатырмын. Енді мынаған біз яғни тексеріп кетейік бұл событияны. Бұдан пицца берер ме екен деген менде сұрақ бар. Суперсел, сендер не істедіңдер сонда? Пиццаны біз қалай аламыз? Қайдан табамыз біз оны? Мен білмейді екен достар. Вообще шатасып жатырмын мен. Не айттым ғой алда деп, типа пойыз битеретін сияқты нәрсе ғой. Достар. Так, сендер мыналарды ойнап уже проба бастап тастадыңдар ма? Қалай? Нормально ма екен? Сендерге осы сезон ұнады ма деген сендерге сұрақ достар. Бұны да комментарияға жаза кетіңдер. Так, мыналарды пробалайық. Айди бар ғой, бұл боттар түсіп жатыр маған. А то 2-2 ойнау деген бұл қиын вообще. Может, бір-ақ адам тұру керек топта. Екінші қорғап тұрады, типа мен сияқты. Бірақ менде боттар болғаннан кейін мен тұрып отыра берем екеуміз. Достар, мен сәл-пәл ауырып тұрған секілдімін, сондықтан ренжіменде дұрыс анық сөйлей алмай атсам. Ал осы катканы лезде аяқтап тастадық. Уақыт деген вообще тез бітті. 99 100. Осыдан пицца берем екен көрейік. Так, пакеткесін ғой. Бұдан да бізге достар пицца бермеді. Қалай аламыз достар пиццаны? Пицца жинауын кеп тұр ғой. Ал достар, енді қараңдар. Менің ойымша на жердегі событияда ты присоединишься к соревнованию. Подождите немного дейді. Яғни бұл жерге біз кіріп, осы пицца алуымызды мүмкін деп ойлап отырмын достар. Жаңа рангoli бойым, мысалға біз анаған сондықтан біраздан кейін кіреміз, қосат бізді, яғни деп ойлап тұрмын енді. Клубта ештеңке анандай мынандай жоқ сияқты, пицца алғанға жинап деген сияқты. Достар, дағыс болайық. Енді достар, осындай новый сезонға бізде реакция пробасадық. Событияларды мен де толық жасадық. Енді келесі видеоларда біз мүмкін новый вайетспен обзор жасап, яғни новый вайетске пробасақ көреміз. Қалай екен, мықты мекен деген сияқты. Ал достар, мен сендер жаңағы скинімді көрсетіп жіберейін. Міне, кім еді атта? Атын ұмытқансың ғой, міне, Пиорл скин. Ал достар, осындай скин. Бүгінгі видеоны ұнаса, каналға тіркеп лайк басуды ұмытпаңдар. Сендермен бүгін болған мен Жанасыл. Қош сау болыңдар достар. Пока!